Өзіңмен әңгіме. Рим императоры әрі стоик философ Марк Аврелийдің адам жаны мен өмір мәні жайлы терең ой толғауларына бүгін шолу жасайтын боламыз. 5-13 Марк Аврелийдің пәлсапалық ой толғауы. Мен себептік және материалдық бастаудан тұрамын. Екеуі де бей болмысқа айналмайды, себебі олар ғайыптан пайда болған жоқ. Сондықтан менің болмысымның әрбір бөлігі өзгеріске ұшырағаннан кейін әлемнің бір бөлігіне айналады. Соңғысы да өзгеріп, басқа бір бөлігіне айналады. Осылай шексіз жалғаса бермек. Себебі мен өзімде өзгеріс арқылы пайда болдым. Мені жаратқандар да дәл солай өзгерістің нәтижесінде пайда болды. Және бұл үдеріс шексіздікке дейін жалғаса береді. Мұның бәр әлемнің кезеңділік заңына бағынған жағдайда ақиқат болып қала береді.